Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге берлина деп аталатын осындай германский пончиктің рецептісімен бөлісемін. Өте оп-оңай дайындалады, бір жағынан дайындалу бауырсаққа ұқсайды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қамырын дайындау үшін бізге ұн, сүт, жұмыртқа, сары май, ашытқы және қант қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде жылытып алуымыз керек, бірақ тым ыстық болмау қажет. Одан соң оның үстіне қант пен құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ашытқы міндетті түрде өзінің мерзімінен өтіп кетпеуі керек, яғни балғын болуы тиіс. Енді ұнның 1-2 ас қасығын саламыз. Біз қазір достар опара дайындап жатырмыз. Опара бұл біздің қамырдың жақсы көтерілуіне септігін тигізеді. Енді осы опараның бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттай тұру керек. Одан соң бетіндегі пищевой пленкасын алып тастаймыз. Бізде опара көтерілгендігін осы бетінде көбігі пайда болады. Бізде опара жұмыс жасайды деген сөз. Енді қалған ингредиенттерді саламыз. Жұмыртқа, ерітілген сары май, барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп, ұн жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Опараны дайындап болғаннан кейін үстіне ұнымызды електен өткізіп саламыз. Електен өткізіп, біз венчикпен араластырамыз жақсылап. Сіздер ұнды көз мөлшерімен салсаңыздар болады. Мен өзінің граммен өлшеп алып, ұнды електен өткізіп, сосын жұмсақ қамыр илейміз қолымызбен. Қамырды илеген кезде алдымен венчикпен араластырып алуымыз керек. Одан соң қолмен араластырамыз. Сол кезде қамырымызбен жұмыс жасаған кезде ыңғайлы болады. Және жақсы көтерілетін болады. Ұнның қалған бөлігін салып, қамыр жасаймыз. Қамырыңыз жұмсақ болып, пышный болып шығады. Қолыңызға жабысып тұрса, ештеңе етпейді. Аздап ұн сепсеңіз, сосын жақсы болып көтерілетін болады. Осылай қолымызбен басып шығамыз. Қажетінше ұн керек болса, ұн қосып, араластырып, қолымызбен басамыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Енді осылай бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз 2 есе көтерілді. Қолымызға сұйық май жағып, қолымызбен сұйық маймен араластырып, қамырды майлап қоямыз. Қамырымызды алып, дастархан үстіне қоямыз. Қамырды біз бауырсаққа жайғандай қылып жаямыз. Қатты жұқа қылмаңыздар, орташа қалыңдықта болуы керек. Қамырымызға ұн сеуіп, оқтаумен жаямыз. Жайып болғаннан кейін, егер сіздерде арнайы формасы болса, қамырды дөңгелетіп кесетін, сонымен кессеңіздер болады. Менде бокалмен кесіп, дөңгелек қылып шықтым, барлық формасын бірдей қылу үшін. Осылай бауырсақты домалақ қылып, бауырсақ сияқты қылып, пончигімізді осылай дөңгелетіп шығамыз. Қалыңдығы орташа болу керек, 4 мм-дей. Бауырсағымызды сонда жақсы көтерілетін болады, пышный болып. Іші жұмсақ болып, толықтай пісіп шығады. Достар, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді, күшті болып шығады. Бауырсақтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ішінде начинкасымен өте күшті болып шығады, дәмді болып. Балаларыңызға өте қатты ұнайды деген үміттемін.
сіздің отбасыңыз қайта осы бауырсақты қайта сұрайтын болады. Менің отбасым осы пончикті жақсы көргендіктен мен күнде дайындаймын. Балаларымыздың сүйіп жейтін бауырсақтары десек болады. Бауырсақтың бәрін дөңгелетіп, формасын келтіріп, бокалмен кесіп осылай шыққаннан кейін міндетті түрде бетін пищевой пленкамен жауып қойыңыздар. Сол кезде бауырсақтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Енді осының бетін пищевой пленкамен немесе сүлгімен бетін жауып, ең бастысы ауа өтпейтіндей керек. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, ысытып аламыз. Қыздырып, майымыз міндетті түрде қызып тұрған болу керек. Сол кезде сіздің пончиктеріңіз жақсы көтеріліп пісетін болады. Осылай екі жағын қызартып, бауырсақ секілді қуырып аламыз. Пончиктер бұл бізде германский пончиктер қатты қызарып қуырылуы тиіс. Бауырсақ секілді ашық түсті болып тұрмайды. Кішкене қызғылт болып қызарып тұрады. Өйткені оның құрамында қант көп болғандықтан ол тез қызарады. Мінекей осылай екі жағынан қызартып пісіріп шығамыз, және екінші жағына аударған кезде осылай шар тәріздес болып үріледі. Және де осы пончиктерді қағаз сүлгіге майын сорғытып аламыз. Пончиктердің салмасын әртүрлі салмамен әрлеуге болады. Мен нутелланы пайдаланамын. Нутелла өте керемет үйлеседі. Немесе сгущенка или заварной крем қолдануға болады. Өзіңізге ұнаған кремді алсаңыз болады. Мен нутелланы алдын ала мешокқа салып дайындап алдым. Біздің пончиктеріміз піскеннен кейін қасықпен ортасын тесіп, нутелланы мешокпен ортасына салып шығамыз. Берлинер, яғни германский пончиктердің ортасына осылай нутелла немесе заварной кремдерді салады. Достар, мінекей пончиктер оп-оңай дайындалады және өте әп-әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Тұрсынай.